той болсын, құдалық болсын, бұрын кезде келін келейін деп жатыр, үйің сыртың ақтайсың, үйіңде кілемдер жуасың, бір жұмыс болады ғой адамға деген жұмыс. Қазір жұмыс жоқ, дайын ресторанға барам деп салқап жүресіңдер бүйтіп. Анада жұмыс үйінің бәрін боқтарын тазарып қалады ғой. Үйлеріңді тазартасың, ана жапқыш бірдемелерді өзгертесің, новыйдан кілем аласың. Оның бәрі энергия ғой, оның бәрі энергияны ауылдан аласыңдар ғой, түсінесіңдер ме? Үйлерін сықитып, бәрін ауыстырып ауылдан аласың. А не, ресторанда өткіземіз, шұбырып келеміз деп келесіңдер, қалаға келесіңдер. Үй жөнінде қалады. Бәрі ақша енді себебі ресторанға кетеді ғой. Тойың болса, тойың болсын, құдалық болса, құдалық болсын. Бәрі ақша ресторанға кетеді. Түсіндің бе? Еще ол ресторанға дайындаласың, чүмітіп жаман-жаман киіммен бара салмайсың. Макияж істетесің, оның өзі асаң, қарапайымдылықпен, бар түріңмен бара қоймайсың ғой. Себебі ана ел деген сықиып келеді, сен барасың, жоқ жұпыны албасты ұқсап. Вот. Ойлану керек, қарапайымдылық деген сол. Адам деген тойы болсын деп, баяғы кезде үйге несін істейді, тойы болсын дальше деп. А сендер бар нелерің ресторанға тастап кетіп жатсыңдар. Той. Балдар да қуансын. Бұқытай, шұқытай, мақытайларың қуансын. Құдаларың бірі қуансын, құдада шалқайып жаттық деп. Барады ғой, тупикте тұрсаң да барады. Қазір не көп, иттің өтінен машина көп. Жалдайды да барады. Өзіңде олардың да бір туыстары бар. Давай бір машинаға тиіліп барады да барады. Ну вот. Бәсекеге жүріп жатыр. Қарапайымдылық емес, бәсекеге кетіп баратсыздар. Вот, ойлану керек. Біздің өзіміз қалада тұрсақ та ауылға жасағың келеді ғой кейде. Сен ауылда құрдастарың бар, танитын жолдастар бар, соларға барып істегің келіп кетеді. Не то что рестораннан қашып жатырмыз қазір. 4-5 сағатта не үлгересің? Ештеңе де үлгермейсің. Ауылда жағдайдың бәрі бар ғой қазір, шүкірсіңдер ғой. Посудылар, ағаш үй посудысымен келеді, жасыратын жоқ. Ертең керек болса, кондерді де ағаш үйге орнатып қояды. Бизнесмендер түрін істеп жатыр ғой қазір деген. Повар сірә жалдауға болады. Қиналмайсыңдар. Ойбай, мәселе сол. Көп шашпаңдар.